бүгін сіздерге орамал тағу әдісімен бөліскім келіп жатыр. Қазір сіздерге керегі екі түрлі қара түсті екі түрлі орамалмен тағу. Негізі қандай түспен таққыңыз келеді, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бірақ бүгін қара орамал таққым келіп отыр. Бірінші осы орамалды біз қазір көрсетейін қалай істеу керек. И былай әкелеміз. Осылай. Көрдіңіздер ме? X қыламыз. X қыламыз. Алты жағы бола берсін. Қазір байлаймыз артына. Осылай байлап алғаннан кейін алды жағын X қыламыз. Көрдіңіздер ме? Міне. Арт жағын жақсылап тығып қоямыз. Ішкі жағына көрсетпей. Мен ішінде тағы бір орамал бар. Міне көрдіңіздер, сіздер шашымды көрсетпеу үшін таққан болатын. Бірақ ондай тақпасаңыз да болады, тақсаңыз да болады. Міне осылай ішкі орамал дайын. Енді екіншісі тура осылай. Екінші орамал. Дұрыстап қайыр. Енді осыны бір жағын қысқа қыламыз, бір жағын ұзын қылып арт жаққа байлаймыз. Осылай. Сіздер байласаңыздар да болады, болмаса менде арнайы түрде мынандай түйрегіш бар. Осымен былай қадап қоямын. Енді міне байлап алғаннан кейін қыздар мына жақ көрсетейін. Мына X бар. Міне соның үстіне жаппай кішкене артқа таман былай байлаймыз. Болды. Егер түсіп кетеді деп қорықсаңыздар, арнайы түйрегіштермен қадап қойсаңыздар білінбей кетеді. Енді осыны алып былай істейміз. Мына жағы былай тұрады, былай келеді. Осылай өте әдемі болып шықты, қыздар. Енді бұған біз сырға тағатын болсақ та, бұл өте тағу әдісі өте ыңғайлы. Құлағыңызды мына үшін жауып қоясыз. Мына жерге де екеуін алып келіп, инемен тақсаңыздар болады. Сонда құлағыңызда көрінетін болады. Бұл тағу әдісі сырға таққысы келетін қыздарға таптырмас әдіс деп айтсам болады. Осылай болады. Енді оның тағы да бір ерекшелігі, кешегідей мысалы аксессуарлар, мынандай моншақтар тағатын болсаңыздар, қазір көрсетейін. Шетін алып, осылай жинаққа етіп ішіне қарай қайырып орамалдарыңызды. Бұлар артқа қарай тартсаңыздар, егерде мына жағына қарай кетеді, сонда мына жақ ұзын болады. Бұл жағымызды шығартылай қоя аласыз. Бұлай кішкене бос қоямын десеңіздер де болады. Бос қойып ұзатып қоямын десеңіздер. И мына жағын бұлай инемен тоже былай қалап қойсаңыздар да әдемі болады. Әлде болмаса тартамыз и осылай сырғаны жақты шығарып қоясыз. Артында мына жерлерге ине тағасыз. Болды. Осындай этикеткаларын қайшымен кесіп тастаймыз, болмаса ішкі жаққа қарай байлайсыздар. Осы жақ, осыны да мына беріңіздер. Міне менің орамалым дайын. Кешегі сіздер саған